Шыңғыс хан. 30 бөлім. Самарқан. Бұл Самарқан ғажайып жер екен. Айналадағы барлық хош иісі жер ана өз бойына сіңіріп жатқандай. Яғни қарлығаштар ұя салмақ болып сазбалшықты тұмсығымен тістеп ішіп барады. Батыста тап осындай неше алуан құстары сайраған хош иісі әсем гүлдері жайнаған ертегідей ғажайып жер бар деп ойламаппын. Бірақ Әмудариядан оңтүстікке қарай жүрген кезде көз тоқтатып қарайтын ештеңе жоқ, құлазған жерді көресіз. Ол үлкен аштық жайлаған өлілері жерлемейді, ауырғандарды емдемейді. Бұл қасіретті көруге адамның жүрегі шыдамайды. Уабуа мырза, менің Үндістаннан оралған бетім осы. Жолда осының бәрін өз көзіммен көрдім. Бақытсыздық келсе, үйіліп төгіліп бір келеді деген осы. Бамян қаласын көрсең, тіпті жаның шошиды. Үлкен шаһар бұл күнде үлкен зиратқа айналған. Өз көзімізбен көрдік. Ғұлам Ақсақал, Шыңғыс хан әскері қылмыскерлерді жазалап, қарапайым халықты қорғау тиіс еді. Бірақ соғыс басталысымен ақ адамдардың бір-біріне деген өшпенділігі онан сайын өрши түсті. Атты әскер жазықтыны да жазықсызды да бірдей қырды. Енді мұның азабын тартып жатқан туған жерден алыс кетіп, батысқа жорыққа аттанған сарбаздар. Елу Жусайдың сізден сұрайтыны да осы. Қағанның батысқа жасайтын жорығын тоқтатуға көмектессеңіз, оны райынан қайтасаңыз еді. Елуге мырза, сізді түсінем. Жол бойы ғұлама қария өз ұстанатын ізгілік жолының мыңдаған шақырымдардағы елдерге тарап, халық көкірегіне ұялау туралы көп айтқан. Жол азабын ауырсынбай. Шыңғыс ханмен кездесуге келе жатқан кездегі ғұлама қарияның көздеген мұраты да осы. Елуге ханды еліне қайтуға насихаттау үшін мені алдыңғы жепке алып барсаңыз қайтеді. Айтқаныңыз болсын. Бір 1222 жылы 22 тамызда Шыңғыс хан 60 жасқа шықты. Бұқы қолбасы. Наяқ түмен басы, ханға мәлімді кейсіз. Чаңчунжин ханға келіп тұр. Жүрісті тоқтатыңдар. Тоқтатыңдар. Ғұлама Ақсақал сіз боларсыз. Олай атау артық болар. Тау өңгірін мекен еткен жасы келген қария Чаңжужиден Шыңғыс ханға сәлем. Ғұлама қард. Кәне, мархабат. Мұна кәрі сопының салауаттысын қараш. Егер оның жасына келгенде тап осындай денсаулығым болса, арманым болмас еді. Не үшін? Кемінде Қоршын сияқты 30 қатын алар едім. Немене күлесің? Қане алыңыз. Ғұлам Ақсақал, Моңғолдың сықшайы мен қымызына үйрен алдыңыз ба? Тау арасында өстім. Шетінім қарашай, қатықсыз тамақ, асыл киім, дәмді тамақты көксеген емеспін. Естуімше, жасыңыз 300-ден асты деседі. Ол жай бір қауесет қой. Жыл есебі бойынша биыл 73-ке шықтым. Адам баласы 300 жыл қайдан жасай алсын? Адамды жасартатын дәрі бар демеуші ме еді? Дау әлемінің бірнеше бағыты бар. Сол бағыттың бірін ұстаушылар өмір шөбін пайдалану арқылы жүздеген жыл жасауға болады дегенді айтады. Мұның бәрі жалған сөз. Алтын елі мен Өлі елінің патшалары осы сөзге иланып қазынасын да құртты, халқында әбден қалжыратты. Сөйтіп өзіне де өзгелерге де көп зиян шектірді. Таң патшалығының дәуірлеген кезінде ұзақ ғұмыр жасаймыз деп, сол жолда ажал тапқан небір әміршілер болды. Ұзақ ғұмыр сүрем дегенде жастай өлді десеңізші. Өз басым ондайларға сенбеймін. Дүниеде денсаулық күтуді үйрететін ілім бар, жасартатын дәрі жоқ. Адам біткен, бай болуды көксеп, мәңгі өмір сүргісі келеді. Бұл өзі барлық жұмырбасты пендеге тән қасиет. Бірақ о заманда бұл заман қартаймай мың жасаған адамды көргеніміз жоқ. Ғұлам Ақсақал,
қалтқысыз алдал ниетті, өте әділ, шыншыл адам екенсіз. Өз басым қартаймай ұзақ жасаудан айрықша дәмеленіп көрген емеспін. Десе де, бір сыпыра істеп кетсем деп ойлайын, ал соған дәрменім келер емес. Ертеде болған жайлардың бәрі ойда тұрады да, жуықта ғана болған жайлар есте қалмайды. Алыстағыны көре алсам да, жақындағыны көре алмаймын. Ғұлам Ақсақал, денсаулықты қорғаудың жақсы амалы болса, маған соны үйретсеңіз де жетіп жатыр. Мұныңызға келсем, Чаң Жунжи сонау қиырдан келгенде денсаулықты сақтаудың сырларын сізден бүгіп қалмас. Жанын күтіп, елді тыныштандырудың жолы жөнінде қандай келелі кеңесіңіз болса да айтыңыз. Мен оны шамам келгенше орындауға пейілмін. Ас адамның арқауы деп бекер айтпайды. Дәнді дақыл, көкөніс, балық пен ет денсаулықтың кепілі осылар. Баяғыдан келе жатқан ет жейтін адамдар ұятсыз келеді. Ал көкөністі көп жейтіндер ақылды болады, әр 100-ге дейін жасайды дегенде сөз бар. 50 жусай сенің көңіліңе келмесін. Шынында олай емес. Әр өңір, әр халықтың бойларына сіңді өз тамағы бар. Шаңжаңның балығы, орта жазықтың дәмді дақылдары, Сахараның еті мен сүт өнімдері түгелдей ел тірлігінің арқауы. Әйтсе де тек тамақты ғана ойлап, мешкей болудың денсаулыққа пайдасы жоқ. Асты тояр тоймас қана жеп, тыныш демалу ең дұрысы сол. Нәпсіні тежеп ұстау, қолда барға қанағат қылу денсаулықты күтудің бірден бір жолы. Дұрсақ. Біз ағайынды бесеуіміз бала күнімізден бейнет шегіп, шөптің тамыры, жабайы жеміс, балық жеп, аң аулап, әйтеуір, негізіксе соны жеп жүріп балуан боп ержеттік. Қазір кейбір нояндардың ұл қыздары ылғи тамақтың дәмдісін, киімнің жылысын ғана киеді. Бірақ шетінен өпіл мәлік сияқты жуас. Сонда адамды өсіретінде, өшіретінде тамақ па? Қақанның сөзінің жаны бар. Адамдардың талғамы әртүрлі болғанымен, табиғат заңы біреу ғана. Табиғат заңына үйлесімді өмір сүргендер ғана көп жасайды. Қарсы келгендер құрайды. Нәпсін тежей білсең тыныш боласың. Нәпсінің соңына ерсең бәлеге қаласың. Тәңірдің тағылымы тірлікті аялап қырғаннан жирену. Тыныш тірлік кешіріп бәледен аулақ жүру, бұл өзі Хуаңди мен Лаузының ақлия сөзі. Ғұлама қарт, сіз айтып отырған тыныштандыру жолы дегенді мен түсіне алмай отырмын. Тәңір тағылымы дедіңіз. Оныңыз жөн, мен де тәңірге сенем. Бірақ тірлікті аялап қырғыннан тыйылу қиын ғой. Мен біреуді тірі жүрсін десем, енді біреу оны өлтірем дейді. Мен тыныш жүрейін десем, енді біреу бүлік шығарады. Меніңше қырғынды қырғынмен тосып бүліктен тыйғанда ғана адам бұл дүниеде табан тіреп тұра алмақ. Бәрінде өз-өзінен орнына келеді деп тып-тыныш жүрсең, дүние қайтып оңалады. Хан, бұл сөзді сізге дейінде талайлар айтқан. Фейхан қылмыскерлерді заңмен ауыздықтау керек деген. Шанян соғысты тоқтатудың жолы соғыс деген. Алтын мемлекеті жүздеген жылдар бой соғыстан көз ашпады. Ер жүрек сардарлар мен сарбаздардан да кенде болған жоқ. Бірақ ақырында Цзюл түбінде болған соғыста оңбай жеңілді. Неге? Чинше Хуаң адамды жазалауды хандықтың құралы етті. Ол ел басқаруда Жау Гау мен Ли Се ағымы іліміне сүйенді. Ақыры ордасы ойрандалып, зобалаңға ұшырады. Міне, бұдан қатаң жазамен қырғыншылық ешбір мемлекетке тиянақ болмайтындығын көруге болады. Бұл орта шығыста өткен хандар мен патшалардан қалған ғибрат. Адамды қаншама қатаң жазалаған сайын, олар онан сайын қатыгез бола түседі деген сөз бар. Әскерің көп болған сайын жауларың да көбейе түседі. Чин елінің құрып жоғалу халықты жазалау заңының тым қаталдығынан болды. Сіз айтып отырған бұл жайлардан менің хабарым жоқ. Ғұлама қарт, қазір менің не істеуім керектігі жөнінде төтесін айтыңыз. Сіз билікке қырғын соғыс арқылы ие болдыңыз. Бірақ елді қырғындау жолымен басқаруға болмайды. Бұзақылықты жазалау жолымен тыйып, ел жұртты тәрбиемен иландырып, марапаттау мен жазалауды рақымдылықпен сұс көрсетуді қатар қолданғаныңыз жөн. Дүние сонда ғана тынышталады. Марапаттау мен жазалауды рақымдылықпен сұс көрсетуді қатар қолдану. Сіз маған жазалауың мен сұс көрсетуің көп, рақымдылығың мен марапаттауың аз деп отырсыз ғой. Ұзын сақал,
Бармын. Сен мына ғұлама қарттың әлгіндегі сөздерін түгел жазып алып, ханзушасы мен монғолшасын салыстырып шақ. Мен оны мұқият сақтап, егжей-тегжейлі ой жүгіртіп көрейін. Құп болады. 10 жыл от кешіп ұзақ жорық жасадыңыз. Қас дұшпаныңыз жойылып, іргеңіз орнықты, енді мекеніңізге ертерек оралып, еліңізбен бірге тыныш тірлік кешкейсіз. Солай. Менің өмір бойы жорық жасаудағы мақсатымда ұрпақтарыма тыныш өмір орнату болатын. Ғұлама қарт, елге бірге қайтайық. Жаңа дәуірдің 1222 жылы желтоқсан айында Шыңғыс ханның қалың қолы Сахараға қайтты. Моңғол патшалығының батысқа жасаған бірінші жорығы негізінен аяқталды. Ал олармен байланысы үзіліп қалған солтүстік бағыттағы қосынның қолбасылары Жебе мен Сүбедей бұл кезде осы күнгі Ресей елінің шекарасына енген болатын. О, Тәңірім жарылқай көр. Хахан, естемексіз. Қыста күн күркіреп тұр. Бұл жаманшылықтың саны. Кімнің кір жауып, күнге жайып Тәңірді қаһарландырған біліңдер. Хахан, отырыңыз. Нажағай жарқылдауы, бұршақ жауы, жер сілкініп күн тұтылу деген, адамның туылуы, қартаюы, науқастануы, өлу сияқты жайт. Ал киімді жуып күнге жайғанға Тәңір қаһарланбайды. Шамандар солай дейді ғой. Орталық өлкедегілер киімін күн сайын жуып күнге жаяды. Тәңір оларға қаһарын төкпей сахаралықтарға ғана киімін жууға, оны жаюға тыйым салатыны қалай? Олай болса, менің заңымдағы жорықта жүргенде киім жууға болмайды, жаюға болмайды деген ережені қайта қарауға тұра келетін болды ғой. Үргеніш қаласы. Патшағзам. Сен екенсің ғой. Сіз осы арада аялдағалы көп болды. Сарайға қайтып демалғаныңыз жөн. Менің тағы бір сәт оңаша қалдырыңдар. Мен ауылды сағындым. Қалың қол Сахараға қайтып кетті де, мен міне осында қалдым. Шешемді сағындым. Шынында қатты сағындым. Қан әкем мені неге жаратпай қалған білемісің? Әлі есімде, менің және өзімнен кейінгі інілерімнің жап-жас кезінде хан әкем бізден келешекте көздеген не мұраттарың бар деп сұрады. Сонда інім Шағатай, менің мұратым жаудың әйелдердің көз жасын төктіріп, еркектердің басын идіру деді. Онан кейінгі інім үгедей сөзге шебереді ол. Хан әкем бастаған істі көркейте беру деді. Менің не деп жауап бергенімді білемісің? Білмеймін. Бәлкім жауабыңыз тым нашар болған шығар. Нашар болғанда қандай? Мен қоралап мал баққанды ұнаттым. Бұла жылқыны бір сайға, ала жылқыны тағы бір сайға иріп бақсам дедім. Ал қазір онан да жаманы. Патша болғым келмей, қол бастап соғысқа барғым да келмей, жылқы бағып, шешемнің қасында жүрсем дейім. Шешемді мен де сағындым. Ол өз Астанада қалып қойған. Қазір өліме тіріме білмеймін.
жүреміз. 1223 жылы наурыз айында Чаңчунжи мен Шыңғысхан шығысқа қайта оралды. Межелі тұста олар екі айрық жолға түсті. Қақан, біздің де жолға шығатын кезіміз келді. Иә, ол кетті. Соңғы кездердегі менімен сырлас дос болған адам сол еді. Тура бір қой жайып, жылқы бағып жүріп достасқан адам сияқты 7-8 ай менің қасында болды. Иә, оңай емес. Мұндай жан ілуде бір кезігеді. Ол кісі маған халықты қалай жөнге салудың амалын үйретті. Мен елді бірлікке келтірудің жолын тапқандаймын. Сондай-ақ менің тағы бір үмітімді, қартаймасам қайтадан жасарсам деген үмітімді кесіп, енді көп өмірім қалмағанын ашып айтты. Иә, айтпақшы, Ғұлам Ақсақалдың тіршілікті аялап, халықты қырғынға салудан тыйыл деген сөзінің жөні бар екен. Соғыста кісі өлтіруден аулақ болу қиын, бірақ мүмкіндігінше өлтірмеу немесе аз өлтіру керек. Ең алдымен адамдардың жүрегіне жол таба білу керек. Жаңа дәуірдің 1224 жылы жазда батыста 4 жыл жорықта болған Шыңғысхан ақыры Сахараға қайтып оралды. Шешем көз жұмарында қасында қатқын ғана болыпты. Солай ма? Иә. Бірақ ол кісі қиналмай көз жұмды. Бақытты екен. Қатқын қайда? Ақтық деме шығар алдында шешемнің қалай болғанын білгім келеді. Қатқын қайда? Ол неге көрінбейді? Сендерге не болған? Осыдан 3 ай бұрын таңғыттар Сахараның солтүстігіне адам жіберіп, біздің бұқарамен байланыс орнатқан. Сонан сіздің жорықта жүргеніңізді білгеннен кейін, біздің қонысымызға келіп шабуыл жасаған. Қатқын апайды солар өлтірді. Жарлығымды жеткіз. Жошы патша мен Шағатай патша үстіртке келсін. Мына Таңғыт елін жою жөнінде кеңесеміз. Үргеніш қаласы.
Мен Қаханның әмірі бойынша келдім. Сонау қиырдан келгендегі мақсатым, сенің әкең Жошы ханзада батыс және шығыс болып Таңғыт еліне шабуыл жасау ісіне кеңесетін құрылтайға 3 рет шақырылса да, неге бармағанын білу. Бірақ әкеңнің қорғаушылары мені оның алдына кіргізбей қойды. Сонда ағам Жошы ханзадаға жолығуым, атам Шыңғыс ханға жолығудан да қиын болғаны ма? Тоқу ағайым, ашуланбаңыз. Әкем науқастанғалы жылдан асты. Бірнеше күннен бері халі тіпті нашар, ғафу етіңіз. Сіз тыныға тұрыңыз, әкем тәуленіп қалса апарып жолықтырайын. Маған ондай мерей бұйыра қояр ма екен? Әкем толасы сандырақтап сахара ауызғала береді. Сізден ол жақтың жағдайын жақсылап сұрастырмас деймісіз? Қажет жоқ. Кетейік. Бату. Хан әке, Біреу келгендей болды ғой, а? Хасар атамның 3-ші ұлы Тоқу ханзада келген. Сенің атаң маған әлі де сенбей тексеруге жіберген болды ғой. Ол не дегеніңіз? Сізде ешқандай қателік жоқ қой. Мен дүниеге келерден бұрын әжеңді меркіттер тартып әкетіпті. Менің қателігім сол екен. Менің Шағатай деген інім бар. Менікі жөн болса да қате дейді. Хан әке, сезіктеніп отырған өзіңізсіз. Менің көңілім суып болған. Бір жақсысы, ажалым таяп қалды. Хан әке, Тоғайлының түмен басы Құтутуға қол бастап 5000 қолмен құзырыңызға келіп тұр. жарайды. Қахан, жалғыз Тоқу ханзаданың жіберген мәліметі оны жазалауға толық негіз бола алмайды. Жошы ханзадаға қылмысты деп айыптағу үшін нақты айғақ болу керек. Айға іздеп отырғанша Жошы Шағатайдың хандығын басып алып Хорезмнің сұлтаны болып үлгереді. Қахан, Ақсақалдар, уәзірлер, орындарыңыздан тұрыңыздар. Қайтадан жолға шығуға тура келеді. Менің әлгі опасыз ұлым Жошы маған азғындық істеді. Оны жазалауға өзім қол бастап аттанам. Бүкіл өмірлеріңіз соғыспен өтті, сіздерді дәуре қылмай-ақ қояйын. Қахан, біз сізге Жошы ханзаданы жазалау жорығына аттанбаңыз деп айтқалы келдік. Біз бір үйлі жан өзіңізді жүннің арасына жасырып Тарғұтайдың қанды қылышынан құтқарып қалғандығымыз үшін де бір жолға менің өтінішім жерге тастамағайсыз. Қахан, жазалау жорығына аттануды кемінде 10 күннен кейін белгілеңіз. Өйткені уақыт деген булыққанын заны басады. Ал ызаға булыққан адам парасатты байлам жасай алмайды. Солай емес пе? Қахан, болды. Сендерді Жошыға ара түсуге еліктіріп отырған кім? Өртеме? Тайшышен қария? Ол емес. Оның жылаумен есі шығып жатыр. Онда кім? Мен хан ием. Есі, сен бедің? Хан ием. Менің жүрегім сезіп тұр. Сіз қателестіңіз. Сіз заң ережеге қарттарды сыйлау керек деген тармақты қосқансыз. Сондықтан мен мына қарт уәзірлерді сіздің қателіктеріңізді түзеттіру үшін шақыртқам. Менің қателігімді? Менің өзіңе деген сүйіспеншілігім теріс пайдаланып жүрмісің? Татарлар мен меркіттер қашанда қасқыр мен шибөрі сияқты ұялас кіреді. Шағатай, сен шешеңе тіл тигізбе. Әха, Бармын. мына қатынды қамап таста. Мұның таратқан әңгімесі біздің ертеңгі жорығымызға кесірін тигізіп жүрмесін. Хан әке! Хан әке! Хан әке! Бату қаралы хабар әкетті. Үлкен ағам науқастан қаза болыпты. Хан әке! Хан әке! Қахан! Тез бар Белу Жусей мырзаны шақыр. Бірте, мен сенің алдында кінәлімін. Жошы біздің ізгі ұлымыз еді. Оның бойындағы қан өз қаным болатын. Онда өзім сияқты ерлік, жігер және күш қуат бар еді. Әрі маған бітпеген қарапайымдылық пен мейірімділік бар болатын.
Оны бекер жазғырып жүріппін. Сені де бекер жазғырыппын. Кек сақтай көрмеңдер маған. Өйтпейміз, хан ием, өйтпейміз. Сендер барып, есүйді басатындар. Бәрі менің кесірімнен болды. Қахан, таңғы теліне жорық жасауды әзірше кейінге қалдыра тұрғанымыз жөн болар ма еді? Жоқ. Олар сан рет бітімге келмеді. Оның үстіне қатқынды өлтірді. 1225 жылы күзде Шыңғыс хан 63 жасында таңғы теліне жорық жасады. Наяқ қолбасы. Бармын. Қахан әмір етті, қосынды осарға қондырыңдар. Қаны? Құп, жүрісті тоқтатыңдар. Тоқтатыңдар. Қахан! Қахан. Мынау неге қаралы белгі тағып алған? Қахан! Бұл Мұқылайдың ұлы. Мұқылай патша науқастан қайтыс болды. Қахан? Жау елі жойылмай тұрып, ел басқарған сардарым да қайтыс болыпты. Тәңір енді мені қолдамай ма қалай? Сенің әкең тепсе темір үзетін жас емес пе? Ол менен көп кіші. Осынша жас бола тұра, ерте қайтыс болған қалай? Қахан, бірнеше жылдан бері Мұқылай патша мен Хансу түмен басылары орталық өлкенің бір бүйірін басқарып, Хмейдегі аймақтар біздің қолымызда болып келген. Биыл жылы басында алтын патшалығының маңызды қалашығы Фыңшаңды қоршауға алып, қалаға басып кіргелі тұрғанымызда таңғы телінен көмекке келген әскерлер күтпеген жерден шегініп шығып шабуылды сәтсіздікке ұшыратты. Мұқылай патша осыған күйініп, науқасқа шалдықты. Көп ұзамай дүние салды. Тағы сол таңғыттар деш. Олған емес. Таңғыттар Мұқылай патшаның қайтыс болғанын, сіздің негізгі қосын батысқа жорық жасап жүргенін біліп, алтын елмен одақтастық келісім жасап, Сахарадағы тайпалармен асыртын байланыс орнатып сізге қарсы аттанбақ болып жатыр. Таңғыт ханы, осыдан жазаңды бермесем бе? Қаханның қазір ешкімнің де сөзіне құлақ асар түрі жоқ. Барса барсын. Бұл оған пайдалы болар. Ол іште ширыққалы көп болды ғой. Ойпыр-ай. Қахан! 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 Хан әке! Хан әке! Қахан! Ұзын сақал, шыныңды айт. Менің жағдайым ауыр ма? Тынышталып күтінсеңіз болғаны, денсаулығың сөзсіз қалпына келеді. Тағы сол тынышталу. Хан ием, біз ертең Сахараға қайтайық. Жоқ, Исүй, сен маған мұндай ақыл айтпа.
Жарайды. Онда белгіленген ереже бойынша ертең кеңес шақырып, мұнылдарыңыз бен нояндарыңыздың ақылдасып шешуіне ұсынайық. Бола ма? Қаханға сәлем. Отырыңдар. Қахан аттан шығылғанда жараланған жоқ. Тек түнде ғана қызу көтеріліп шықты. Енді шорық жасамауды бәріміз кеңесіп отырып шешейік. Қанаға, жасақты әзірше шегіндіре тұрайық. Таңғы телі қалалы жерде там үйде тұрады. Олар тұрағын көшпенділер сияқты көшіріп әкете алмайды. Сондықтан, сіздің денсаулығыңыз қалпына келген соң барып олардың сазайын берейік. Мен кіші әкемнің сөзін құптаймын. Хан әкемнің денсаулығы бәріне маңызды. Қахан 63 жасқа шықты. Батыста бірнеше жыл жорықта жүріп, талай рет соғысқа кірісіп бейнет чекті. Енді бірнеше жыл тыныш дем алғаны жөн. Қахан, таңғыттардың әуселесі белгілі емес пе? Сіз өзіңіз бармай-ақ Сахараға қайтып барып күтініңіз. Біз олардың патшасын шай қайнатын уақытта ұстап алып, өзіңіздің алдыңызға келеміз. Иә, Қахан. Көпшілік сіздің арттағы елге қайтқаныңызды дұрыс көріп отыр. Болмайды. Осыдан 44 жыл бұрын меркіттерге жорық жасаған кезден бастап қазірге дейін мен майданнан жеңіссіз оралған адам емеспін. Таңғыттың патшасы бізді әлсіз деп жүрген сияқты. Мен орта жолда шегінсем, олар маған қорықты деп күлер. Қахан, ер азамат бір сәттік қана атақты ойламау дейсіз. Қахан! Хан әке! Қахан! Хан әке! Қахан! Жарайды. Отырыңдар. Қосынды шегіндірген күнде де таңғыттарды елеуретіп жіберуге болмайды. Мен осында жатып оларға елші жіберіп, тізе бүктеймін. Таңғыт патшасы Шыңғыс ханның күткеніндей қол көтеріп тізе бүге қойған жоқ. Қайта оның елшілеріне ниетті жауыз моңғолдармен бітімге келмеймін деп жауап берді. Сөйтіп бас-аяғы 1,5 жылға созылған соғыс тағы басталды. Бір 1227 жылы тамыз айында Шыңғыс хан Люпан-Шань тауының баурайында төсек тартып жатып қалды. Қалың қар жауды. Қахан! Бүгін түс көрдім. Түсімде әкем Есугейді, шешем ұлынды, қарындасым Темұлынды, және інім Хошымды көрдім. Олар маған ыстық ықылас көрсетті. Онан соң бұра қол, мұқылай. Айтпақшы, немерем Мүлкі Тодықты да көрдім. Тісі түсіп қалған Хокшинді көрдім. Тек Бөрте мен Жошы және Белгідейдің ағасы Хасар екеуміз атып өлтірген Бүктербер ғана мені көріп қатты жабырқады. Ал Хатқын менен алыс жерде тұрып алып, шақырсам дауысымды естімей қойды. Иә, өз өмірімде соғысқан жауларым, дұрыс жасаған істерім мен қателіктерім қазір күңгірт тартты. Жанашырларымның ішінде осы төртеуіне қарыздар екенімді өзім білем. Ол қарызымды біртіндеп қайтарармын. Қахан! Таңғыт патшасы тізе бүкті. Хан ием. Хан ием. Түргелмей-ақ қойыңыз, жатып демалыңыз. Менің
әл қуатым таусылмай тұрғанда көпшілікке айтар сөзім бар. 我有些话 Сөзім 要对 бар. 大家说清楚。 Маяха, Бармын. барлығын шақыр. Құп. Құдіретті тәңір, мені әкеткелі тұрғанын сезіп отырмын. Сондықтан бірнеше жұмыстың басын ашып айтып кетейін. Ханеке, Қанеке? түрегеліңдер. Бірінші жұмыс алтын елін алу амалы. Алтын елінің сұрыпталған қосына Тыңуанында. Оңтүстігі тау, солтүстігі дария, бекінісі мықты. Соң елі мен алтын елі ата жауымыз. Алыстағысымен бірлесіп, жақындағысын соққылап, соң елі арқылы жол ашып, жауды ту сыртынан ойсырата соғу керек. Сонда Туңанның іргесі ыдырайтындығы сөзсіз. Сонда біз ата-бабамыз Әмбағайдың мұрасын тартып ала аламыз. Екінші жұмыс таңғы телі. Ханеке, таңғы телі тізе бүкті емес пе? Жоқ. Олар тек тізе бүгуге келісті. Біз ертең солтүстікке қарай шегінеміз. Егер мен орта жолда өлсем, мені жерлемеңдер. Менің қайтыс болғанымды жауға білдірмеңдер. Таңғыттар белгіленген уақытта келіп тізе бүккенде, олардың бірде-бірін еліне қайтармай, түгел қырып тастаңдар. Сөйтіп, қайта бас көтер алмайтындай етіндер. Естідіңдер ме? Құп болады. Үшінші өсиетім. Менен қалған таққа бір ғана ұлым отырады. Ол үгедей сендердің хандарың болады. Бұдан кейін сендер оған жақсы қолғанат болыңдар. Құп болады. Үгедей. Хан әке. Қаған? Мына елу жосай. Менің саған қалдырған ел басқарудағы шеберім. Соның айтқанын тыңда. Есімде сақтаймын. Жалғыз. Бәрі де орындалды. Хан! Тәңіріңіз алдыңыздан жарылқағай. Жаңа дәуірдің 1227 жылы 25 тамызда Шыңғыс хан Лепаншань тауының бөктеріндегі Чинжуй аймағында 66 жасында қайтыс болды. Ұлдары мен немерелері оның сүйегін Сахарадағы мекенін алып барды. Шыңғыс ханның өсиеті бойынша оған жерлеу салтын өткізбеді. Тек ханның жерленген жерінен 30 қадам жер айналдыра садақтың жебелерін шанышты. Сонан бері 700 жылдан астам уақыт өтті.
Осы бір ұл адамның істеген қызметі мен жіберген қателіктері талай тарихшылардың ғылыми еңбектеріне арқау болды. Біз бұл тарихи драмамызда Шыңғыс ханның көк тәңірісінің сүйікті перзенті екенін және жұмырбасты пендеге тән барша сезім атаулының ешқайсысы да оған жат болмағанын көрсеттік. Иә, Шыңғыс хан даналығы да, қателігі де, сүйеніші де, өкініші де көп болған, бір бойында парасатты ізгілік пен қатыгез қаталдық сияқты кереғар қасиеттер астасып жатқан күрделі тұлға.马背上的家